Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын пастаның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бізге қажетті құрамдар: тауықтың төс еті, 1 дана пияз, сливки 33-34% және макарон. Ең алдымен тауық етін осылай ұсақтап турап аламыз. Мен бұл аралықта табама май құйып қыздыруға қойып қойдым. Яғни туралған тауық етін қатты қызып тұрған майға саламыз. Енді міне қызып тұрған табама тауықтың етін салып, осылай шамамен 10-15 минуттай қызарғанша қуырамын. 10 минуттай қуырылған еттің үстіне ұсақтап туралған пиязымызды саламыз және де дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Енді міне қайнап тұрған суға макаронымды пісіріп алдым. Қызарып, пісіп тұрған етімнің үстіне енді сливкиді құйдым. Енді шамамен 10-15 минуттай жай отта қайнатамыз. Сырымды теркіден өткізіп дайындап қоямын. Менде сыр деген бастапқы видеода түспей қалған, толық құрамын описание бөлімінен қарасаңыздар болады. Пастамыз дайын болды, өте тез дайындалады. Сіздерге де дәл осы видеодағыдай істеп көруге кеңес беремін. Сіздерге де ұнап, сіздердің сүйікті астарыңызға айналатынына толықтай сенімдімін.